Қазір мен өзіме кірпік жабыстырамын. Кірпікке керек заттар осындай ручки, осындай пинцет және де қабақ жабыстыратын боламын. Өзімнің қабағым өзіме ұнайды, бірақ осымен кірпікті жабыстыру оңайырақ, қабағым мешать етпейді. Мен осындай пинтодан алған клеймен жабыстырамын. Уже азақ қалыпты уже. Бірінші шашымды жинап аламыз. Сосын кірпігімізді бояймыз. Мен бірақ кірпігімді күнде боямаймын. Қатты эффект керек кезде кірпігім боямын, ал бойынша кірпігімді негізі боямаймын. Осындай подсветка келіп алдым. Кірпігімді осындай лучик аламын. Мына жерде осылай дұрыстап алмасаңыздар қалып қояды. Осылай жыртылып қалады. Сондықтан аккуратно алу керек, барынша. Қазір аккуратно қалай алу керек екенін көрсетемін. Астыңғы жағынан осылай ұстаймыз да, астыңғы жағынан ұстап аккуратно көтереміз. Сол кезде жыртылмайды. Қыздар, мен бірінші мына көзінен бастаймын. Мына жақтан бастаймын. Осылай кетеді. Кірпікті осылай қатты ұстап аламын да. Клейді ашып. Осылай жағып аламын. Сосын үстінен жабыстырамын. Үшіншісі кетті. Лучикилардың түрлері өте көп. Сондықтан өзіңізге ұнағанын ала бересіз. Мендегі мынау прозрачный клей. Төртіншісі, бесіншісі әлі кеткен жоқ еще. Міндетті түрде осындай кірпік жабыстыруға арналған пинцет алыңыздар. Өзінің көмегі қатты тиеді. Бұнсыз жабыстыру өте қиын маған. Мысалы қандай тіке пинцеттер болады ғой, онымен мен мүлдем жабыстыра алмаймын. Мынамен маған оңай. Осылай тұрамын да. Ете салам, болды. Міне бір көзім толығымен бітті. Кішкене қисықтары бар. Ол қисықтарын біз қазір мынандай фломастерімі осымен жауып тастаймыз. Ол бірақ толық кепкеннен кейін, толық кеппей тұрып істеуге болмайды. Мен негізі мына кішкентайы бар ғой. Мына кішкентайын мүлдем жабыстырмайтынмын. Жаңа жабыстырып көрдім, ұнап қалды. Негізі мына жермен мешать ететін еді, күшті болып тұр. Көзім разницасы прям колоссальная. Енді мына көзімді бітірдім ғой. Мына көзді өзіме ыңғайлы болғандықтан бірінші мына жақтан бастап жабыстырамын, ал мына көзді мен мына ортасына алдынан бастап жабыстырамын. Ал егер де былайдан жабыстыратын болсам, онда маған неудобно болып, ана жабыстырылған кірпіктер түсіп қалуы мүмкін, немесе мешать етуі мүмкін әйтеуір. Міне осылайынан мына жерден бастап жабыстырамын. Міне мына көзіме төртеуін жабыстырып көрдім. Енді үшеуі қалды. Ал кірпігімді жабыстырып болдым. Жақыннан осылай әдемі көрінеді. Ал егер кірпіктің мына жақта пустота көрініп тұратын болса, мынандай сияқты вообще, онда осындай стрелка сызатын қара фломастермен сызып алуға болады. Осылайынан маған қазір камера ыңғайсыз, бірақ осымен сызып пустотаны жабуға болады. Сол кезде әдемі көрінетін болады.